Сәлеметсіздер ме? Мен Балдырған бөбекжай бақшасының тәрбиешісі Дауытбаева Мансура Есболайқызы. Сәлеметсіздер ме? Сая. Сәлеметсіздер ме? Мен Мырзахмет Шәкәрім. Жарайсыңдар. Ал балалар, бүгін біз зерттеу жұмысына жұмыстар жасайық деп жатырмыз, Сая. Қоламен су, жұмқан қабығы, иә. Темірмен түйін. Иә балалар, ал бұлай болатын болса, біз бірінші қоланың зиянын, пайдасын көрейік. Жарайды ма? Мен бірінші стаканға қоланың зиянын құйып берейін. Жарайды ма? Ал енді бұлай болатын болса, Сая, осы қолаға құйғанға сен нені саласың? жұмқан қабығы. Сала қойшы. Иә. Ал енді олай болатын болса, балалар, міне көрдіңдер ме? Қолаға біз не салдық? Шәкәрім? Жұмыртқаның сырты. Жұмыртқаның қабығын салдық. Енді бұны біз бетін жауып қойып қоямыз. Жарайды ма? Ал Шәкәрім, сенің алдыңдағы қандай заттар бар? Шеге мен қара тиын. Қара тиын екені, ал енді осы қоланың құдіретімен көрейік, е? Ал енді осыған біз не саламыз? Шәкәрім? Тиын. Тиынды саламыз. Сала қосам. Иә. Ол не? Қолындағы? Шеге. Шеге. Сала қой шегені. Тағы бір тиын салып жібер. Ал енді балалар, осыны біз қазір емімен аузын қағазбен жауып қойып қоям. Жарайды ма? Мына. Ал енді балалар, қараңдаршы, мен сендерге чипси чипсиді қандай пайдасы бар, зияны бар екенін көрейік. Жарайды ма? Міне. Мынау не балалар? Стакан. Ал енді балалар, біз енді чипсидің пайдасын, зиянын көрейік. Жарайды ма? Мен сендерге тап-таза ақпарат берейін. Шәкәрім, ала қойып. Иә. Сая, саған да ақпарат берейін. Енді мен өзімде ақпарат бар, екеуіне екі чипсиді салып беремін. Жарайды ма? Осы чипсиді қазір өздерінің парақтарына саласыңдар. Енді осы чипсиді парағымызды бір жағына саламыз. Осылай саламыз. Иә. Шағы жаққа саламыз. Иә. Ал енді Саяға салды. Енді Сая осыны Шәкәрім ақпарат екінші жағамыз. Енді үстін әдемі бастағыз. Әдемі бастағыз. Үстін бастағыз. Жарайсың Шәкәрім. Ал енді балалар, осы бетін ашып көрейікші. Ал көрдіңдер ме? Парақтың бір шеті май болды. Не үшін май болды? Бізде чипсиді неден жасайды екен? Неден жасайды екен чипсиді? Маймен. Картошкамен жасайды екен. Көрдіңдер ме? Чипсиді маймен қуырғаннан кейін картопты майы шығып екен. Алар бұл чипсиді біз күнделікті қолдануға болмайды екен. Ал енді мен сендерге тағы да бір зерттеу жасап жіберейік. Кәдімгі мен мына ақсу. Ақсуды құйдым Саяға. Екінші ақсуды Шәкәрім алып. Ал Шәкәрім, қараңдаршы, енді осы біздің ескен чипсиімізді өзіміз параққа салайық. Сая салам. Шәкәрім сал. Иә. Ақпараттарың майын көріңдер ма? Иә. Ақпараттарың қандай болды, Сая? Таза ақпарат қандай болды? Май болды, иә. Ал енді Сая, сен мына суды ішіп көрші. Судың бәрі қандай екен? Мөлдір, тұнық, таза екен, иә? Тәтті ме екен судың бәрі? Иә. Ал енді Шәкәрім, мынау кәдімгі таза су. Осы таза суға біз нені саламыз? Чипсиді саламыз. Иә. Ал енді сен осыны жақсылап қозғашы. Жақсылап қозға. Әдемі қозға. Біз суға нені салдық, Шәкәрім? Чипсиді салдық. Жақсылап қозғаймыз. Иә. Ал енді қайдағы беріп отқасың. Ал енді
Шәкәрім, сен осыны дәмін көрші. Ішіп. Қандай екен? Ашылау ма? Тәтті ма? Қандай екен дәмі? Ашылау. Ашылау екен, ә? Екі суымыз екі түрлі болды, көрдіңіз бе олар? Өйткені мына, қараңдаршы. Шәкәрім, судың беті байланды ма? Иә. Су. Ал Сая сенің суың түсі қандай? Тап-таза. Шәкәрімнің суының түсі май болды, иә? Өйткені балалар, біз чипсиді күнделікті пайдалануға болмайды екен. Әр кезде ғана пайдалануымыз керек екен. Жарайды ма? Иә. Ал енді балалар, бізге кешегі жасаған мына қолдармен Сая не салып едік? Иә, жұмыртқаның қабығын. Енді осыны былай құямыз. Сая сенің жұмыртқаның қабығы қандай болып еді? Түсі қандай болып еді? Ал енді түсі қандай болды? Түсі қандай болды, Сая? Қоңыр болды. Ал енді Шәкәрім, қарашы. Енді кешегі мына құйған біз қоламызға не салып едік, Шәкәрім? Қара тиын мен шеге. Шеге салып, иә? Енді осыны құямыз. Ал енді қазір біз тиынымызбен шегемізді көреміз түсі қандай болғанын, иә? Тиынымыздың түсі қандай болды, Шәкәрім? Ақ болды, иә? Өйткені балалар қоланы, біздің қоланы күнделікті ішсек, біздің асқазанымыз да осылай жаңағы ағарып кетеді екен. Көрдіңдер ме? Сол үшін біз қоланы күнделікті қолдануға болмайды екен. Ашылана, рахмет.